Ассалаумағалейкум әмеге. Бүгін сіздермен төмендегі көріністегі интегралдарды қалай есептауға болады көріп шығамыз. Демек, бірінші интегралымыз 2 мен 4 аралығында f от x dx. Ал екінші интегралымыз 0 мен π бөлу 2 аралығында f от x dx деп алсақ болады. Бұл жерде интегралдар қиын көрінуі мүмкін. Һәм біздерде үшінші интегралымызға тоқталатын болсақ, куб координатасында логарифм 3 һәм куб координатасында логарифм 4 аралығында f от x dx қылып берілген. Бұл жерде үш интегралымыз һәм қиын көрінуі мүмкін. Бұл жерде бірақ үш интегралымызды байланыстырып тұрушы нәрсе бұл аралықтарын жақсылап өтіп берсек болады бұл жерде. Демек, бұл жерде бірінші интегралымыз қарасақ 2 мен 4 аралығы. Демек, 2 мен 4 қоссақ 6 пайда болды. Демек, бұл жерде функциямызды төмендегіше қылып көріністе жазып алсақ болады екен. Интеграл а мен б аралығында f от x f от a плюс b минус x плюс f от x dx көріністе. Яғни бұл теңдігімізді есептейтін болсақ, b минус a бөлінген 2 келіп шығады екен. Демек, бұлар есептеп көреміз есептарымызға. Демек, бірінші интегралымызға тоқталатын болсақ. Бірінші интегралымызда демек 2 мен 4 аралығы болғандығы үшін a тең 2, b тең 4 болады екен. f от x-іміз болса, көрен астында x-ға тең. Демек, көрен астында 6 минус x-іміз болса, f от a плюс b минус x-ға тең болады екен. Демек, бұл жерде формулаға келді әммесі. Демек, тең болады екен. Бұл жерде аңлатпамыз 4 минус 2 бөлінген 2-ге. Яғни, бұдан келіп шығады. Бұл интегралымыздың жауабы 1-ге тең болады екен. Енді кейінгі мәселемізге тоқталатын болсақ. Көрен астында sin 8, көрен астында sin 8, көрен астында косин 8. Демек, f от x көрен астында sin 8 деп белгілеп алсақ, косин 8 болса, π бөлінген 2 минус x. Яғни, бұл жерде f от π бөлі 2 минус x қылып белгілеп алдық. Демек, орынларын ауыстырып жіберетін болсақ, бұл жерде π бөлі 2 алынған 0 бөлінген 2. Яғни, π бөлінген 4 деген жауабымыз келіп шығады екен. Бұл жерде есабымыз жүзі аңсат шықты. Енді кейінгі мәселемізге тоқталатын болсақ. Кейінгі мәселеміз куб координатасында логарифм 4 бөлінген куб координатасында логарифм 3. Демек, u-ды біздер x куб деп белгілеп алатын болсақ, du-ымыз 3x квадрат dx болады. Демек, du бөлінген 3-іміз тең болады x квадрат dx-ға. Енді x квадрат dx-іміз демек du бөлінген 3. 3-ті алдында шығарып жібереміз. Һәм орындарына апарып қоямыз. Енді бұл жерде көрініп тұрғандай u дегеніміз x куб болғанлығы үшін интегралымыздың мәнісілерін төмендегіше қылып алсақ болады. Яғни, куб координатасында логарифм 3, логарифм 3-ге айланады. Демек, бұл жерде көрініп тұрғандай f от u-мыз синус u-ға тең, f от a плюс b минус u синус логарифм 3 плюс логарифм 4 минус u-ға тең болады екен. Демек, бұл жерде көрініп тұрғандай формуламызға алып келдік. Һәм мәнісін есептейтін болсақ, бұл жерде аңлатпамыз тең болады екен. 1 бөлінген 3 көбейтілген логарифм 4 минус логарифм 3 бөлінген 2. Ұлымағы есептағанда 1 бөлінген 3-ке көбейтеміз. Һәм бұл жерде 1 бөлі 6 логарифм 4 бөлінген 3 екендігі келіп шығады. Демек, әмме интегралдарымыздың мәнісілерін есептеп шықтық. Енді бұл формуламыз қаяқтан келіп шықты? Бір тоқталып өтейік формуламызды. Бұл жерде интегралымыздың мәнісін i-ға теңдеп алсақ, u тең a плюс b минус x деп белгілеп алдық. Демек, du-ымыз минус dx-ға тең. Яғни, интегралымыз төмендегіше кері көрініске келіп қалады. Интегралымыз b мен аралығында f от a плюс b минус u һәм төмендегі көріністе берілді. Енді
біздердің алдымыздағы минус ду-да минусын алды қарап өткеретін болсақ, интегралымыз аралық алмасады. А менен Б аралыққа. Яғни көрініп тұрғандай бұның да мәнісі и-ға тең. Енді екі интегралды қосып жібереміз. Һәм бұл жерде 2i дегеніміз тең болады. Интеграл А менен Б аралығында астам үсті бірдей болған үшін бірге тең қысқарып бірге тең болады. Жүйен қысқарып енді есептейміз. Интеграл А мен Б аралығында 1-х-тен 2i болды. Һәм Б минус А бөлінген 2 тең i екендігі келіп шықты. Һәм біздер ұлмалық демек интегралымыз Б минус А бөлу 2 болады екен.